Баршаға сәлем, үйімді тазалап болдым. 2 сағаттық уборкадан кейін шөлдеп қалыппын. Суымды ішіп алайын да жуынып алайын. Анау үйің тазалап болғаннан кейін мәз болып қаласың ғой, бір иығыңнан жүк түскендей деп келе жатқам ғой, сөйтсем қайттан шашып тастапты балдар. Балалы үй базар деп бекер айтпаған ғой. Бір жерін жинап кетесің, екінші жерін шашып атады ғой. Кешеден бері жиналмай тұрған киімдер чик етіп жинап алдым. Қой құрсын нан пісірейін деп қамыр аштық қойдым. Сөйттім да зуалап осылай тындырып қойдым 2 нанымды. Одан қалған қамырға бауырсақ пісіріп алайын кішкене бір жейтін деп осылай бауырсақтарым дайындап қойдым. Атамның жақсы көретін сорпасын қайнатып қойдым осылай. Сосын енеме звондадым. Ене бүгін жеңгем келіп жатыр екен, төркініме барып қайтайын. Үйдің іші тап-таза, тамақ дайын, бауырсақ, нан барлығы дайын деп. Барсаң барып келе ғой деді. Содан Ақсезімді ғана алып кетем, қалған балалар қалады деп киімдерін тақтап алдым. Сосын өзім не кисем екен деп шкафымды ақтардым. Сөйтсем кеше новыйдан алған киім бар ғой, енді соны көрсетуім керек қой. Соны киейін дедім да дайындап алдым. Сөйтсем мынандай SMS келіпті маған. Басың май-май жусаң болады ғой деп. Қой құрсын, елден ұятты, шашымыз май-май болып жүре бермейік дедім да жуып алдым. Енді төркінге бара жатырмын ғой, орамалсыз барам ғой деп. Содан басымды жуып, қызымды киіндіріп, өзім киініп алдым да атасы мен әжесі келді. Сосын қалған балалар тастап есікті аштым да қаштым такси шақырып. Сөйтіп төркініме барсам, қайын сіңілім күштелеп палау басып береді деп қарап тұр ғой маған. Не дейсіздер енді?